Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Оразбаев Әділет Нұрсағатұлы. Сәби жүрек, менің атым Расул. Шуақты шуғанан тілегімін. Сізден сұхбат алсам қарсы емессіз бе? Қарсы емеспін. Сәби жүрек шуақты шуғанан 55 жылдық мерейтойына қош келдіңіз. Бұл балабақша қандай балаларға тәрбие мен білім береді? Бұл балабақша өзің сияқты ақылды, әдемі, ата-анасының тілін алатын. Сіз кішкентай кезінде осындай мерекелерге қатысқансыз ба? Мен кішкентай кезімде осындай мерекелерге қатысқанмын. Мына ағадар өте тәртіпті аға болды. Айтқан тілді тыңдар. Сондай жақсы әкім болып келіп отыр. Ал саған тілейтінім шын биіктен көріне ғой, е? Балабақша ұжымына қандай тілек білдіресіз? Бүгін балабақшаның мерейтойы 55 жылдық. Сондықтан ол енді 55 жыл деген бір қысқа мерзім емес. Бұл балабақшадан 55 жылдың ішінде қанша буын өтті, қанша ұрпақ өтті. Сондықтан осы елім жерім деп жүрген Көкпектіге, жалпы Абай облысына, қазақ еліне біраз адам қызмет етіп жүрген азаматтардың нағыз елінің патриоттары осы балабақшадан тәрбие алып, үлкен азамат болған. Сондықтан бұл балабақша ұжымына менің тілейтінім ең бастысы зор денсаулық. Осы сендерге тәрбие беріп жатқан, сендерге қарап өсіріп жатқан апайларымыздың бәріне денсаулық тілеймін біріншіден, екіншіден табыс. Енді өзің сияқты ақылды, үлгілі балалар көп болсын деп тілеймін. Әкім аға, өте күшті сұхбат болды. Әкім аға, сізден сұхбат алу мен үшін бір мәртебе.